Қазір банктердегі мәселелері несиелердің 67%-ы Казком мен Бата банктің еншісінде. Биыл ұлттық қордан оны қалпына келтіруге 250 мың доллар берілген. Бұл туралы бүгін мәжілісте өткен екінші деңгейлі банктердің жұмыс істемейтін несиелеріне арналған заң жобасының тұсаукесерінде сөз болды. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Қуат Қожахметовтің сөзінше, былтыр еліміздегі проблемалық несиенің көлемі 35%-ды құраған. Енді биылғы жыл соңына дейін оның көрсеткіші 10%-дан кем болмақ. Ал келесі жылдан бастап осыған қатысты арнайы ережелер енгізіледі екен. Сол үшін санкцияларды қарастырылып отыр дейді ұлттық банк өкілі. По фонду проблемных кредитов. Енді проблемалы несиелерге тоқтасам, жалпы ұлттық қордан оған 500 миллиард теңге қаржы бөлінді. Алайда қазір оның 250 миллиарды мақұлданып отыр. Оны сіздер жақсы білесіздер. Осы аталған қаржының бәрі Казком мен Бата банктерге берілді. Себебі мәселелі несиелердің 67%-ы сол екеуінде. Бұл ретте мәжіліс депутаты Гүлжан Қарағұсова қазір проблемалық несиеден бөлек банктен қарыз алуда өзекті болып тұрғанын алға тартты. Осыған байланысты мәжілістегі қаржы және бюджет жөніндегі комитеттің депутаттары 100 мыңнан астам істі қараған. Принесли 120 тысяч дел. Бізге алдымен 120 мың іс келіп түсті. Комиссияда оның әрқайсысын қарап шығамыз деген шешімге келдік. Біреулердің 4-5, 2-3 пәтерінің кеткені, кейбіреулерінің баспана сатып алуға ақша алып, оны басқа мақсатта пайдаланғаны белгілі болды. Қазір біздің қарауымызда 3 мың іс қана қалды. Осы мәселе бойынша үкіметке де, ұлттық банкке де өз ұсыныстарымызды жібергенімізбен олар ескерілмеді. Баяндамашы Қуат Қожахметовтың бұған жауабы дайын екен. Жаңа заң жобасы бойынша жеке тұлғалар қарызының өсіп кетуін болдырмау мақсатында, банктерге салымшылар проблемасына қатысты белгілі бір мерзімді енгізу көзделген дейді ол. Осылайша банктік заеммен және шағын несиемен байланысты түрлі комиссияларға тыйым салынатын көрінеді. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.